Жауапкершіліксіз, бейғам бір адам, солдазондағы пәтерде қарызға батып, сондықтан қазір жалдамалы үйде тұруға мәжбүр болды. Мектепте жалған дәрі сатушы деген лақап аталған ол, өтірікті шындай айтуға әбден машықтанған. Глуттондағы бір қаскүнем. Міне, дәл осылай ғалым Сатинен, Экисат деген лақап атымен танымал, өзінің сыныптасы Аракалды сипаттайды. Оны достары жай ғана Гонш деп атайды. Саттың ғылыми жетекшісі, профессор, бұл кандидатураға риза болып, ертең таңертең кездесуге сол адамды алып келуін сұрайды. Осы кезде ештеңеден хабарсыз Гонш сұлу қызбен романтикалық сәттерін өткізіп жатыр. Қыз оған балмұздақ алып, саябаққа апарамын деп уәде бергенін еске салады. Дәл осы сәтте есік қоңырауы соғылады. Бұл оның үй иесі Маргарита. Ол бірнеше айдан бері одан жалға алу ақысын ала алмай жүр. Гонш бірден сүйіктімін режиміне ауысып, қызды байқатпай шығарып жіберіп, Маргаританы қонақ бөлмеге кіргізеді. Екеуі қалған кезде Маргарита егер ол бір апта ішінде қарызын төлемесе, пәтерден шығуы керек екенін ескертеді. Алайда Гонш оған міндетті түрде төлеймін деп сендіреді. Себебі ол атақты әрі бай адамның қызын алуға ниетті. Кейінірек Гонш мен оның қалыңдығы Милена мейрамханада көңіл көтеріп жүреді. Бірақ олар білмейді. Оның несие берушісі Раз Меке оларды сырттай бақылап отыр. Гонш Меленаны тастап, әжетханаға баруға мәжбүр болады. Сол жерде ол тұтқиылдан ұсталып, берешегін қайтару талап етіледі. Гонш бәрін қайтарамын деп уәде береді. Тек әйгілі кәсіпкер Шахенің қызына үйленген соң. Олар оны босатып жібереді. Осыдан кейін Гонш көмекшісіне хабарласып, бүгін оның караоке кафесін көруге адамдар келетінін, соларға жақсы бағаға сатпақ ниеті барын айтады. Сондықтан ол актерлерді жалдап, оларды тұрақты клиенттер секілді көрсетіп, караоке барының табысты әрі танымал екеніне сендіруге тырысады. Көп ұзамай, Гонш караоке барға келіп, жалдамалы актерлерге өз тапсырмасын түсіндіреді. Олар көңілді, шулы атмосфера жасау керек. Бір кезде ықтимал сатып алушы келеді. Ол Гонштың қарыздары туралы бәрін біледі. Гонш барынша оны алдауға тырысқанымен, актерлердің бірі байқамай шындықты айтып қояды. Сатып алушы кетіп қалады. Біраз уақыттан соң Гоншты құпия зертханаға алып келеді. Онда Тат есімді ғалым профессордың басшылығымен бірегей әйел робот жасағандарын түсіндіреді. Розалидің денесі адам денесінен аумайды, яғни ол нағыз адамнан айнымайды. Бірақ роботты адамға айналдырудың соңғы сатысын іске қосу үшін, ол барлық адам эмоцияларын бастан кешіруі керек. Гонш роботпен бірге бір ай тұрып, сол эмоцияларды бастан өткертуі қажет. Оған роботты көрсетеді, ал профессор робот жаңартылған соң кез келген шынайы әйелден де әдемі болатынын уәде етеді. Сонымен қатар, Гонш бұл экспериментке қатысқаны үшін қомақты ақы алады. Алайда Гонш бас тартады, өйткені ол роботтарды ұнатпайды. Және бір айдан соң үйленемін дейді. Профессор сотқа басқасына қатысушысын табуды тапсырады, бірақ сот тек Гонш қана қолайлы дейді. Себебі ол әрдайым қиындықпен оқиғаға тартылады. Бұл гормондардың түзілуі үшін таптырмас орта. Сот Гоншты жақсы таниды, және оның әлі оралатынына сенімді. Осы уақытта Гонш болашақ қайын атасы Шахинмен кездеседі. Шахин адамдарды жыртқыштар мен шөпқоректілерге бөледі. Гонш өзін гибрид шығармын дейді. Бірақ Шахин оны кез келген жағдайдан жалтарып кете алатын қоян деп санайды. Қызының таңдауын қабылдау оған оңай болмаған. Бірақ Милена олардың бір-бірін сүйетінін жария еткен. Сондықтан бұл күйеу жігіт Миленаның той көйлегін сатып әкеліп, адал күйеу болуға тиіс. Әйтпесе, салдары ауыр болады. Гонш сотқа қоңырау шалып, бір шартпен экспериментке келісетінін айтады. Розалидің сырт келбеті оның талғамына сай болуы керек. Гонш өз қалауын сипаттап жатқанда лифтке көршісі кіріп, ол сөзін жасыруға мәжбүр болады. Сондықтан Розалиді көлікпен салыстырып айтып береді. Көршісі болса, электромобиль ал деп кеңес береді. Кейінірек ол караоке барға келіп, сотпен құпиялылық келісімшартына қол қояды. Себебі сот Розалиге пәкістандық инвесторлар қызығушылық танытып отырғанын, ал роботтың құны миллиондармен өлшенетінін айтады. Гонш бірден Розалиді өздері сатайық деп ұсыныс жасайды. Сол сәтте бөлмеге жас әйел кіреді. Оны көрген Гонш бұл Розали шығар, менің сипаттамама сай өзгерткен деп ойлайды. Гүл сыйлап оған ұмтылады, бірақ көп ұзамай оның өз талғамына мүлде сай келмейтінін байқап, оның омырауы мен бөксесін сынай бастайды. Ару болса оны салып қалады. Гоншты ауыр жерінен бір ұрады. Сот қыздан кешірім сұрап, Гонштың қателескенін түсіндіреді. Сол кезде шынайы Розали келіп кіреді. Гонш өзін билеп таныстырады. Бұл әрекеті бәріне ұнайды. Камерадан бақылап отырған профессор жалған дәрі сатушының бұл күтпеген өнеріне таңырқап қалады. Кешке Гонш Розалиді үйіне алып келеді. Розали бірден үй жинап, дәмді кешкі ас дайындайды. Ас ішілген соң Гонш оның әйелді қырларын тексермек болады. Бірақ робот интимдік қатынас туралы әлі толық бағдарламаланбағанын анықтайды. Ренжіген Гонш сотқа қоңырау шалады. Сот Розалидің интимдік функциясы әлі іске қосылмағанын мойындайды. Өйткені ер адам оны тірі жан ретінде қабылдауы керек. Тек сонда ғана ол жаңа деңгейге көтеріледі. Гонш оны нағыз әйел сияқты баурауы тиіс. Гонш бар күшін салып, Розалиді өзіне қаратуға тырысады.
бірақ Розали қазірдің өзінде жатуға жатып, сөндіріліп қойған. Келесі күні таңертең Гонш той салонына Маленаның көйлегін таңдап алуға барады. Бірақ сыртта оны Расмик ұстап алады. Ол әлі де ақшасын күтуде. Бір сәтке Маленаның сұлулығына таңғалған Расмик кейінірек оның келбетін жасауға көмектесуді ұсынады. Осы уақытта Розали Гонштың көршісі Маргаритамен бірге лифтте. Салонда Расмик Маленаны сүйсіне қарап отырғанда, Маргарита Гоншқа қоңырау шалып, оның пәтерін басқаға жалға бергенін бетіне басып ұрсады. Кім туралы айтып тұрғанын түсінген Гонш Расмиктен берген қарыз ақшасын қайтаруын өтінеді. Маленаның көзінше ұрыс шығарғысы келмеген Расмик аз ғана сома беріп, қолына ұстатады. Гонш тез үйіне оралып, Маргаританы тағы бір апта күтуге көндіреді, ал Розалиді өзінің қалыңдығы ретінде таныстырады. Мұндай сұлу әйелді өзіне қаратқанына Маргарита қатты таңырқайды. Сол сәтте сот Гоншқа хабарласып, Розалиді бір жаққа алып шығуын сұрайды. Олар оның адамдармен қалай қарым-қатынас жасайтынын бақыламақшы. Осы уақытта Малена Гоншқа хабарлама жібереді. Ол дизайнер Расмикке тәнті болғанын айтып, енді онымен тойдың декорын талқылағысы келеді. Және көйлегі үшін ақша аударуын сұрайды. Сол мезетте лифт олардың қабатына келеді, ал Гонш Розалиді көріп, ашуланып қалады. Розали азық-түлік сатып алуға барғанын және оған зертхана берген карта арқылы төлем жасағанын түсіндіреді. Гонш қатты қуанып, дүкенге жүгіріп барып, оған гүл шоғын сатып әкеледі. Ер адамдардың гүл беруі көңіл білдірудің белгісі екенін түсіндіреді. Розали гүлдің иісін жұтып, кенет оның вестибулярлы микрочипі айналып жатқанын айтады. Зертхана бұл сәтті тіркеп, гүлдер арқылы алғаш рет синтетикалық бақыт гормоны дофаминнің бөлінгенін анықтайды. Әрине, ол гүлдер өз картасымен сатып алынған болса да. Кейін Гонш Розалиді караоке барға апарады. Оны досы мен досының сүйіктісіне таныстырып, қалыңдығым деп жариялайды. Досының қаржы саласында жұмыс істейтінін естіген Розали бірден криптовалюта нарығын талқылай бастайды. Бәрі оның білім деңгейіне таңырқайды. Ал қыз жапон поэзиясын ұнататынын айтқанда, Розали жапон өлеңдерін оқи жөнеледі. Гонш оны Токиода оқыған деп өтірік айтады. Досы бірден Гонштан сұрайды, мұндай әйел саған қалай қарасын, дейді. Оның ойынша, Гонш алаяқ, қарызы көп, әрі иықтағанда қорылдайды. Мұндай адамға сұлу әйел қалай ғашық болсын. Мүмкін, ол қыздың отбасы Гоншты пайдаланып, жұтып қоймақшы шығар. Олар кетіп қалады, бірақ Гонш пен Розали еш қам жемейді. Екеуі өзара уақыт өткізгенге риза. Кенет Расмик пайда болады, ол Гонштың Маленаны алдап жүргеніне ашулы. Гонш Розалиді жай ғана әнші деп ақталуға тырысады. Расмик сенбейді. Сондықтан Розали сахнаға шығып, керемет махаббат әнін шырқайды. Расмик Гонштан Маленамен қарым-қатынасы туралы сұрақтар қойып, той залының декорымен айналысу үшін қалыңдықты жақсы тануы керек екенін түсіндіреді. Алайда Гонш Розалидің әніне елтіп, дұрыстап жауапта бере алмайды. Расмик өтірігін әшкерелей алмай кетіп қалады. Кейін Гонш пен Розали қаланы бірге аралайды. Розали оның әзілдеріне күліп, қарапайым дүниелерден ләззат алады. Үйге оралғанда Розали оған жапон тағамдарын ұсынады да, неге өтірік айтатынын сұрайды. Оның ойынша, өтірік айту мағынасыз. Гонш бұл адамдар өмірдің қиындығымен күресетін жол дейді. Розали әлемді математика басқарады деп есептейді. Ал математикада өтірік жоқ. Гонш оған машиналарды сатып алып, қайта сату арқылы пайда табуды айтып мысал келтірмек болады. Бірақ Розали бірден кез келген өтірікті байқап, бәрі есептеуге келетінін дәлелдеп береді. Гонш түрлі ойдан шығарылған себептерді айтып, оның миын қатырады. Розали адам әлемінде кез келгені оны алдап кетуі мүмкін екенін түсініп, одан өтірікті тануды үйретуін сұрайды. Сол уақытта профессор Розалидің погер мен блеф туралы кітаптарды жүктеп алғанын байқайды. Бұл күтпеген бұрылысқа ол қатты қуанып, гормон синтезі процесі тезірек жүреді деп үміттенеді. Осы кезде Гонш оған карта ойынын үйретіп, Розали көп ұзамай оны жеңе бастайды. Оның жеңіске жету ықтималдығы 98% екенін білген Гонш оған киімін ауыстыруды ұсынады. Ғалымдар оның казиноға баруға бағыт іздеп отырғанын байқайды. Ол құмар ойынға салынып, зертхананың бәрін кепілге қойып жібереме деп қорқып, олар Розалидің интимдік функциясын іске қосуға шешім қабылдайды. Бірден Розали Гоншты жатын бөлмеге шақырады. Гонш бәрін ұмытып кетеді. Бірнеше сағат бойы көршілерге тән дыбыстар естіледі. Ақыры сыртқа шыққан Гонш сотқа қоңырау шалып, андроидтың құмарлығын азайтуын өтінеді. Бірақ бәрі болғаннан кейін, Розали олардың жоспарларын есіне түсіреді. Екеуі казиноға барады. Онда Розали бәрін оп-оңай ұтып алады. Бұл әрі сүйсінуге, әрі қызғанышқа себеп болады. Үйге қайтып келе жатқанда, Гонш алғаш рет өмірінде өзгелердің өзін қызғанғанын мойындайды. Өйткені жанында сондай көрікті әйел бар. Ол Розалиді сүйеді. Алайда үйге оралғанда оларды Шахин күтіп отыр екен. Ол күйеу баласының басқа әйелмен бірге казинода болғанын естіген. Гонш өтірік айтып, Розали ақштан келген қарындасым дейді. Розали бірден ағылшынша сөйлеп кетеді. Және Шахин оған сенеді. Үйге келген соң, Гонш Розалиге үйленетін жоспары барын айтады. Розали кенеттен мұңайып, тіпті оны ұрғым келіп тұр дейді. Ғалымдар оның барлық қажетті гормондарды өндіре бастағанын байқап, оның шынымен қызғанып отырғанын түсінеді. Кенеттен интимдік функциясы сөндірілгеніне қарамастан,
Розали Гоншты жатын бөлмеге ертіп әкетеді. Ол нағыз әйелге айналған еді. Келесі күні Гонш үйіне келгенде, Расмик пен оның күзетшісі қонақ бөлмеде күтіп отыр. Олар Гонштың казинодан ұтқан ақшасын естіп келіп тұр. Сонымен қатар, Расмик Гонштың опасыз екенін анықтап, Маленамен ашық сөйлесуін талап етеді. Келесі күні таңертең Шахин өзінің көгалында Расмикті Маленамен бірге көріп, болашақ күйеу баласының іскерлік қабілетін тексеріп жүргенін аңғара. Осы уақытта Гонш Розалиге таңғы ас әкеліп жатқанда, Шахин қоңырау шалып, бір сәт сөйлескісі келетінін айтады. Ол Гонштың қарындасына қатты қызыққанын мойындап, кешке оны мейрамханаға таныстырып келуін талап етеді. Гонш Розалиді зертханаға қайтаруды шешеді. Бірақ Розали кетуден бас тартып, бәрін өзі реттеймін деп уәде береді. Кешке олар мейрамханада кездеседі. Розали мен Шахин шарап жайлы әңгімелесіп жатқанда, Гонш Маленамен отырған Расмикті байқап, олардың стеліне барады. Сол уақытта Розали Шахинге оның марқұм әйелі жайлы еске салып, әсер етеді. Гонш Маленамен сөзге келуге тырысады. Розали болса Шахинге ең әдемі әйелді емес, ең мейірімді жанды іздеу керек деп кеңес береді. Осы кезде Расмик Гоншты масқаралап, оның опасыз екенін айтып қояды. Гонш қайтадан Розалиге қосылады, ал ол болса Шахинге бар шындықты айтып бергенін мойындайды. Кейін Шахин үйінде марқұм әйелін еске алып отырғанда, Малена келіп, басқа біреуге ғашық болып қалғанын мойындайды. Зертханада ғалымдар Розалидің мелатонин шығарып, алғаш рет табиғи түрде ұйықтап кеткенін байқайды. Профессор олардың міндеті аяқталғанын айтып, оны қайтаруға бұйрық береді. Келесі таңертең Гонш қарыздарынан құтылады және Маленамен жақсы қоштасады. Шахин караоке барға келіп, Гоншқа үйлену болмайтынын айтады. Кенеттен ол бардағы әнші қызды көріп, бірден ғашық болады. Сол сәтте Гонш гүл сатып алып, үйіне келсе, Розали жоқ. Зертханаға қоңырау шалғанда, сот роботты қайтарып алғандарын айтады. Гонш одан Розалимен бір рет болсын кездесуге рұқсат сұрайды. Және ол тек ақ көйлекпен келсін дейді. Олар бақта кездеседі. Гонш бірге қашып кетуді ұсынады. Алайда Розали бас тартып, ол ешқашан толық адам болмайтынын және бала туа алмайтынын айтады. Осы сәтте андроидтың көзінен жас ағады. Гонш, мұнан артық шындық жоқ қой, дейді. Кенеттен Розали сөніп қалады. Сот оны жасырын түрде сатып жіберген екен, және сатып алушылар келіп қалады. Гонш оны қорғауға тырысады. Бірақ дәл сол кезде Расмик пен күзетшісі пайда болып, Маленамен үйленетінін жариялайды. Бәрін түсінген Гонш пен Розали күрес бастайды. Гонш Маленаның жанына жетпек болғанда, сатып алушылар оны ұстап алады. Соны көрген Розали қайта іске қосылып, шайқасқа араласады. Сот Гоншқа тапанша кезеніп тұрған кезде, Розали өзін қалқан етіп, оның алдына тұра қалады және арқасынан оқ тиеді. Сол сәтте полиция келіп, бәрін тұтқындайды. Уақыт өтеді. Сот түрмеде отыр. Шахин бардағы әншімен кездесе бастайды. Малена Расмикпен бірге үйлену көйлегін таңдап жүр. Ғалымдар жаңа роботты іске қосады. Ал осы уақытта Гонш Розалиді ауруханаға апарып бара жатыр. Ол жақында ана болмақ. Жолда келе жатып, ол профессорға телефон соғып, баланың есімі қандай болатынын талқылайды. Бұл кезде жедел жәрдем қызметкері үлкен таңданыспен қарап тұр. Себебі болашақ ана андроид екенін енді ғана түсінді. Бұл күнделікті уайымнан арылуға көмектесетін жеңіл комедия. Себебі егер саналы робот адамның өзіне ғашық бола алса, онда өтірікші әрі алаяқ та шынайы ғашық бола отырып, нағыз батырға айнала алады.